үйреніп алып, бойларыңызды бағандап қосып азайтуға үйретіп алып, ойда көре алмайтын болсаңыздар, ойда ондықтарды, бірліктерді, жүздіктерді көре алмайтын болсаңыздар, 105 пен 35-ті қысқарт дегенде отырасыздар, қалай қысқартасыздар? Қысқарта алмайсыздар. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. 2-ші сыныптың 30-шы бетіне келіп тұрмыз. Біз 30-шы бетті шығарамыз. 30-шы бетте дадам осындай есептер бар. 45 қосу 27. Бұған дейін біз мына соңғы бірліктерін қосқан кезде дөңгелек сан шығатын, 0 сан шығатын есептерді шығарғанбыз 29-шы бетте. Енді ондыққа ондықты, бірлікке бірлікті қосамыз. Міндет түрде бірінші ойша қосқан кезде ондыққа ондықты қосамыз. Ойша қосқан кезде бірлікке бірлікті қосамыз. Егер сіздің балаңыз 5-ке 7-ні қосып алып 12, 2-сін жазып бір ойда, 6-ға 2-ні 4-ке 2-ні қосып 6, ойдағымен 7 деп шығаратын болса, сіздер ойша қосып жатқан жоқсыздар. Сіздер бағандап қосып жатырсыздар. Ойша шығару, ауызша есептеу деген мүлдем олай емес. Ауызша есептеген кезде міндет түрде ондыққа ондықты қосасыздар, 40-қа 20-ны қосасыздар. 60-ты ойда кәдімгідей 60 екенін, 6 ондық екенін көресіздер. 60 жо, қостық күтіп тұрады. 5-ке 7-ні қосқан кезде 12. Енді міне 60-қа мына жердағы 12-ні қосуымыз керек. 12-нің өзінде 10 деген ондық бар. 2 деген бірлік бар. 60-қа мына 10-ды қосамыз, 70, сосын мына 2-ні қосамыз, 72. Ауызша қосу деген осылай. 72. Бала ойында бірлікті де көре алады, ондықты да көре алады. Оның бәрі не үшін керек? 2-ші сыныпта ойша қосу, бірлікті ойда көру, ондықты ойда көру, кеңістікті бағдарлай білу балалардың. 4-ші сыныпта бағандап бөлген кезде қиналмас үшін, 5-ші сыныпқа барған кезде 105 пен 35-ті қысқарт деген кезде қалай қысқартасыздар? Егер әбден бірлікке бірлікті қосып, бағандап қосып азайтуды әбден үйреніп алып, бойларыңызды бағандап қосып азайтуға үйретіп алып, ойда көре алмайтын болсаңыздар, ойда ондықтарды, бірліктерді, жүздіктерді көре алмайтын болсаңыздар, 105 пен 35-ті қысқарт дегенде отырасыздар, қалай қысқартасыздар? Қысқарта алмайсыздар. Тез 35, міне 30, 90, 5, 15, 105, яғни 105-тің ішінде 35-тің 3 рет кездесетінін ойда қоса алатын балалар көре алады. Ойда қоса алмай тек қана бағандап қосып азайтумен жүрген балалар 5-ші сыныпқа барған кезде қиналып қаласыздар. Сондықтан 2-ші сыныптан бастап ешқандай пробел қалдырмаңыздар. 37-ге 15-ті қосқан кезде 7-ге 5-ті қосып отырмайсыздар. Ойша 30-ға 10-ды қосасыздар. 40, ол ондық түрінде мида тұру керек. 7-ге 5-ті қосасыздар, 12, енді 40-қа мына жердегі 12-ні қосу керек. 40, 12, мына 40-қа мынаның 12-нің 10-ын қосамыз, 50, 2-сінің қосамыз, 52. Көрдіңіздер ме? Оның бәрі көз алдында мида қалай көрсетіліп тұр, иә? Енді біз бағандан бері YouTube арнасында есеп шығардық, иә? Ал сол есептерді одан ары дағдылану үшін, бала әбден өзі шығарып үйрену үшін не істеуіміз керек? Дәл сол есептер жазылған Сенің атың жылдамдығы естіген кітапты біз Каспий дүкенінен ала аласыздар. Әр сыныпқа арналған, 1-ші сыныпқа арналған, 2-ші сыныпқа арналған, 3-ші, 4-ші сыныпқа арналған кітаптар. Одан бері біздер көбейту жаттайық деген кітабымыз бар. Бұны Каспийден штучно ала аласыздар. Оптым алған жағдайда сынып жетекшісіне бір кітап тегін беріледі. Және Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 52. Кеттік ары қарай. 25-ке 28-ді қосамыз. Тағы да 20-ға 20-ны қосамыз. 40 күтіп тұрады, ойда. 5-ке 8-ді қосамыз. 13. Енді 13-ті қосуымыз керек 40-қа. Мына жерде 40 деген 4 ондық тұр. Мына жерде 13 деген 1 ондық пен 1 бірлік тұр. 40-қа 10-ды қосамыз. 50. 50-ге мына 3-ті қосамыз. 53. 7-ге 6-ны қос деп соңынан бітіп 3 деп жазылзады да, 13 қой. Бір ойда дейді да, 2-ге 5-ті қос, ойдағы 1 мен 8 деп, 2-ге 5-ті қос деген бұл уже бірлік болып кетеді. Бұл бағандап қосу. Бұлай қосуға болмайды. Ауызша қосу, ойша қосу деген ондыққа ондықты қосасын. 50-ге 20-ны, 50-ді 50 деп айту керек. 20 деген ондық, 20-ны 20 деп айтқызу керек. 50-ге 10-ды қосқан кезде 70 мида тұрады. 6-ға 7-ні қосқан кезде 13, енді 70-ке мына 13-ті қосу керек. 70-ке 10-ды қосасыз, 80, оған 3-ті қосасыз, 83. Бұлар мына көрдіңіздер, бірліктері ондықтан аттап кетеді,
35-ке 38-ді қосамыз. 30-ға 30-ды, ондықтарды қосамыз. 60, 5-ке 8-ді қосамыз. 13, 60-қа мына 13-ті қосуымыз керек. 60, оған 13-тің 10-ын қосамыз. 70, 3-ін қосамыз. 73. Міне, ойша ауызша қосу деген осы. 30-шы беттегі есепті аяқтадық. Сау болыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. YouTube арнасымен бөлісіңіздер.